Сәлем оқырман, қалдарыңыз қалай? Тілек, былтырғы тілек, биылғы студент, грант иесі, Қарағанды университетінде оқиды, бұрынғы Каргу дейміз ғой. Бүгін маған сәлем беруге мектепке кетті. Содан әңгіме арасында айтып жатыр. Мұғалім, сіз өлең жатататын едіңіз ғой, соның қажеттілігі бар екен деп. Сол айтам, енді оқып берші деп. Жанатова Дильназ. Келесің оқи ғой. Біреуге жақсы адаммын, жақсыны жақтағанмын. Қиналса көмек беріп, кім туса қашпағанмын. Біреуге жақпағанмын, себебі басқа адаммын. Мінезім барда шығар, сөзімнен қайтпағанмын. Біреудің жан досымын, айтатын мұның сырын. Достықты бағалаймын, досыма қамқоршымын. Ал біреу дұшпан дейді, жаныма қатты дейді. Кездессе меніменен жүзіне маска киді. Біреуге қызғау жақпын, естіп қайран қаппын. Жарымнан өзгелерді мен сірә қызғанбаппын. Біреуге мақтан жақпын, бұл сөзге арланбаппын. Негіз сынаса да барыммен мақтанбақпын. Бәріне ұнамаспын, жақсы болып жүре алмаспын. Себебі мен пендемін, періште бола алмаспын. Жаным сол. Міне осылай. Енді мен бұдан қандай ой түйдім. Көңілді қоңыраулар ұйымдастырамыз, поэзия кештерін ұйымдастырамыз. Мен кейде бір қосымша тапсырма беретінім бар. Осы өлең жаттауға беремде айтам. Әсіресе 10-11 сынып оқығанда бұл сендерге керек болады. Ертең университетке барғанда, отырыстарда сөзіңнің тұздығын келтіреді, сәнін келтіреді деген сияқты. Көшбасшылық қасиетке жетелейді деп. Сол рас екен. Ал менің ой тегенім, мұғалімға айтам деп оқу жаттама керек әнді. Өзіме керек деп айту керек, оқу керек деп, жаттау керек. Деп түсіндім. Мені сіңіру керек деп. Мен үнемі айтам, оқыма, не істеді? Сендер қазір оқып жатсыңдар. Ал негізі сендер оқымаңдар, сендер тоқыңдар деп айтам. Есінде. Тоқыңдар деп айтам. Сол сөзіңіз күшті болатын маған. Ал менен бір өлең болсын. Мейлі біреу сені дұшпан санасын, мейлі біреу жаман көзбен қарасын, сен оларға жақсы көзбен қарай сал, сонда олардан жоғарылау боласың. Бұл өмірде неше түрлі адам бар, сен туралы білмей жатып жамандар. Мына сені жек көреді біліп қой, өзін жақсы көре алмайтын адамдар. Сол үшінде өз-өзіңді жақсы көр. Алдарыңнан шықсын десең жақсы жол, жақсы жанды жолықтырғың келсегер, ең бірінші өзің сондай жақсы бол. Мұғалімнің лучше ғой. Ана екінші ән бар, бірақ оны қатты білмеймін, есімде бар. Тәубене кел. Таудан биік секілденіп талғамын, ардан биік секілденіп талғамын. Пенделікпен ұмытасың тәуенді, сынағына шыдай алмай алланың. Ай мен күнге өптірін кеп шекенді, көрмедім деп өкпелейсің шетелді. Тәубене кел, шетел сөзі зағиптар көре алмайды өзі туған мекенді. Бақыт мәңгі тұрсын десем басында, қанағат қыл ашуланба атасың ба. Аяғым жоқ, көлігім жоқ деп ренжуің бекерлік, аяғы жоқ адамдардың қасында. Сабыр, қанағатсыз тосылар, дүниеге қолын жетпей қалғанда, аяғы жоқ адамдарды есін ал. Қошеметті көрмесеңіз несі бар жағдайды ақиқатпен шешіп ал. Менде есімде жоқ осы Тәубеге кел өлеңі. Айта аламын. Міндетті түрде. Енді күйбің тіршілік, студент кезде уақыттарым көп қой, бірақ есейген кезде, отбасы болған кезде күйбің тіршілік тұсайды аяқты, қолды. Сондықтан уақыттың кеңдігін пайдаланған жөн. Сау болыңыздар. Сау болыңдар.